Сәлем достар, сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздермен бірге ұйғыр самсасын дайындайтын боламын. Ең алдымен 72%-дан тұратын сары майымызды өткіштен өткізіп алып, ұнға салып, дәл видеодағыдай араластырып аламыз. Бір келкі қылып, мінекей. Одан соң бөлек ыдысымызға 20%-дан тұратын қаймақтан 2,5 ас қасық қосып, 2 жұмыртқаның тек қана сарысын алып, және татымына қарай тұзын салып, жақсылап тұрып бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дәл видеодағыдай. Енді осы массамыздың үстіне 100 граммдай су құйып, тағы да бір мәрте араластырып аласыздар. Осы сұйықтығымызды ұнға қосып, қамыр илейтін боламыз. Егер осы сұйықтық аздау болып қалса, онда үстіне су құя отырып, қамырыңызды жақсылап тұрып илеп алыңыз. Мінекей жұмсақ, қолға жабыспайтын әдемі қамыр дайын болды. Енді осы қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Бөлінген 2 бөлігін дөңгелетіп жайып аламыз. Бұл самсаның негізгі құпиясы, сіздер егер малдың іші майын шыжғырып, қорытып алып жақсаңыздар, онда самсаларыңыз қатпарлы, жұмсақ болып шығады. Мен міндетті түрде сол малдың іші майын шыжғырып барып қосамын. Ең алдымен осылай дөңгелетіп жайып аласыздар. Одан соң қамырымызды бүктеп дастарханның шетіне қоя тұрамыздағы келесі қамырымызды дәл осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Мінекей, енді осыны дәл видеодағыдай бүктеп дастарханның шетіне қойып, келесін осылай дөңгелетіп жайып аламыз. Осы қамырлардың арасына жаңағы шымайымызды жағып алатын боламыз. Қазір видеодан көресіздер. Міне, майды құйдым, майладым. Оның үстіне келесі жайған қамырымды төсеп, оның үстіне тағы да майды құйып, майлап шықтымдағы. Дәл осылай тығыздап борап аласыздар. Холодильникке қоюдың қажеті жоқ. Міне осы күйінде өз қалауларыңыз бойынша бөліктерге бөліп, ішіне салмасын салып, қалауларыңыз бойынша осылай шеттерін басып шығасыздардағы қамырдың ұшын шығара отырып, ішке қарай бүру арқылы өріп шығасыздар. Бастапқыда әрине қолдарыңыз жаттықпауы мүмкін, кейін қайталана қолдарыңыз да үйренетін болады. Ең соңғы шетін сыртқы арт жағына қарай білдіртпей басып қоясыздар. Мінекей. Тағы да бір мәрте көрсетейін. Осылайша. Енді бұны духовкаге бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 35 минутқа 180 градусқа қалдырасыздар. Менде мына уже екінші лист істеліп жатыр. Бірінші листті балалар уже ыстық күйінде жеп алды. Өте дәмді болды. Мына міне екінші лист болатын. Өте жұмсақ әрі тойымды, астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркелуді лайк басып, қолдауларыңызды сұраймын. Баршаларыңызға үлкен рахмет.